Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомыз Қазақстанда тіркелгеніне ресми түрде 2 күн болған, яғни 13-3 ай 2020 жылғы коронавирус немесе тәж ауруы ғылыми түрде COVID-19 жайлы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің ресми сайтынан бүгінге ақпарат және біз білуіміз қажет сақтану шаралары жайлы жарияланымдарынан білеміз. Ол үшін Яндекс немесе Google іздеу жолына жазамыз. Сол кезде алғаш егов шығады бізде. Бірінші бетте Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі. Оны өзгертеміз. Осы жерде министрлікті тауып аламыз. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі. Парақшаға өтеміз. Егер қажет болатын болса, бұл министрлік жайлы толығырақ өзіңіз қарай бересіз. Төменге, видеоның төменіне, описанияға сілтемесін осы сайтқа ресми қалдырамын. Соңғы жаңалық біздің тақырыбымызға байланысты коронавирусқа. Сонымен қатар мұнда басқа да жарияланымдар бар. Оларды көре бересіз. Көруіңізге болады. Алдыңғы күнгі деген сияқты. Қызмет бағыттары, міне байланыс телефондары барлығы бар. Енді бізге қажетті бүгінге ақпарат 15 наурыздағы сағат 1-дегі жағдай. Кеше 14-не жалпы 6 адам еді анықталғаны, ал бүгін 8 жағдайға тағы 2 жағдай қосылып, Алматы қаласында 8 жағдай болған жалпылама. Алматы қаласында 6, Нұр-Сұлтан қаласында 2 адам, стационарлық карантинде 1425 адам. Үй карантинінде 496 адам жатыр. Сонымен қатар Қытай Халық Республикасынан және шекаралас мемлекеттерден келген азаматтарға мониторинг жалғасуда. Барлық санаттар бойынша мониторингке 2507 адам алынды. Оның ішінде бірінші А санаты бойынша 1619 адам, бірінші Б санаты бойынша 520 адам, екінші санаты бойынша 368 адам. Мониторингке алынған 2507 адамның 424-не бақылау тоқтатылды. 15 наурыздағы жағдай бойынша барлығы 2083 адамға мониторинг жүргізуде. Қазіргі уақытта дене қызуымен және ОРВИ белгілерімен 122 адам ауруханаға жатқызылды. Оның ішінде бірінші Б санаты бойынша 35 адам, екінші санат бойынша 42 адам, үшінші санат бойынша 45 адам. Ауруханаға жатқызылғандар саны 122 адам, 62 азамат шығарылды, 60 адам стационарда қалады. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысымен аталған пациенттер алгоритмге сәйкес инфекциялық стационарға жатқызылды. Эпидемияға қарсы қажетті шаралар, оның ішінде оқшаулау, емдеу және дезинфекция жасау жұмыстары жүргізілуде. Айта кету керек, жағдай Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің тұрақты бақылауында. Әлемдегі эпидемиологиялық жағдай, яғни қазір бұл коронавирус дегеніміз әлемдегі індет. Әлемде 152 елге таралған, 156.494 жағдай тіркелген. Оның ішінде Қытай Халық Республикасында 884 адам, тәулігіне 20 жағдай, бір күнде 20 адамнан анықталып жатыр екен. Жағдай күн сайын өсім 0,02%, оның ішінде 3199-ы өліммен аяқталған. Яғни Қытайда 3199 адам қайтыс болған. Өлім көрсеткіші 3,9%. 66.911 адам жазылған, 82,7%. Стационарларда 10.734 науқас қалады дейді. Әлемнің басқа елдерінде 75.650,
круз лайнерін қоса алғанда, яғни Diamond Princess деген оқиға күн сайынғы өсім 17,2% құрап отыр. Оның ішінде 2623 өлім көрсеткіші 3,4%. Бірінші А санаты бойынша бұлар елдер Италияда, Иранда, Оңтүстік Кореяда, бірінші Б санаты бойынша Францияда, Испанияда, Германияда. Екінші санаты бойынша Швейцарияда, Нидерландта, Ұлыбританияда. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі жаңа коронавирустың инфекцияның таралуына жол бермеу үшін қатаң алдын ала алу шараларын сақтауға кеңес береді. Қолды бетті сабынмен жиі және мұқият жуу, адамдар көп жиналған жерлерге мүлде бармау, сырқат адамдарға жақындамау, суық тию белгілері пайда болған жағдайда дене қызуы жоғарылап, мұрын бітелсе, жөтел, тамақтың ауыруы, тез арада үйге жедел жәрдем шақыру қажет. Ресми ақпаратты денсаулық сақтау министрлігінің Фейсбуктегі парақшасына оқи аласыздар, және өзге де сұрақтар бойынша тәулік бойы жұмыс істейтін 1406 байланыс орталығына қоңырау шалуға болады. Сонымен қатар Қытай Халық Республикасы бойынша ресми деректерді, басқа елдердегі деректерді міне сілтемелерінде қойып қойған, қаласаңыздар осы сайттан оқи аласыздар. Енді бізге жиі қойылатын сұрақтарға өтеміз. Бұл жерде сұрақ-жауаптар бар. Бірінші сұрақ: коронавирус деген не? Коронавирустар бұл жануарлар арасында да, адамдар арасында да таралған вирустардың үлкен тобы. 2019 жылғы жаңа коронавирус COVID-19 бұл Қытай Ухань қаласында алғаш рет анықталған жаңа коронавирустың пневмонияның өршуіне себеп болатын вирус. Қытай Ухань қаласында аурудың өршуі кезеңінде сырқаттанғандардың көбі теңіз өнімдері мен жануарлардың ірі көтерме сауда базарына байланысты болды. Бұл жабайы жануарлардың алғашқы жұқтыруды болжамдайды. Әлемде коронавирус туралы аурудың бұрын ұқсас жағдайлары болды ма? Екінші сұрақ: коронавирустың берілуі жолы қалай? Үшінші сұраққа жауап: коронавирус адамнан адамға ауа тамшы жолымен жөтелу, түшкіру, әңгіме кезінде берілуі мүмкін. Сондай-ақ жұқтыру контакт, тұрмыстық заттар арқылы және алиментарлық жұқтырылған тамақ, су арқылы жолмен болуы мүмкін. Ауа, тамақ өнімдері, тұрмыстық заттар берілуі факторлар болып табылады. Контакт дейді. Төртінші сұрақ: коронавирустың инфекцияның көзі кім? Ауру адам немесе жануар? Жауап: жануарлар. Бесінші сұрақ: бұл инфекцияны жұқтыру қайдан болады? Жауап: Қытай ғалымдарының деректері бойынша COVID-19 табиғи резервуары жабайы жануарлар жарғанаттан деп ойлайды. Адамның жұқтырған негізгі орны оңтүстік Қытай теңіз өнімдерінің көтерме сауда базары болып табылады, және онда жарғанаттар және бауырмен жорғалаушыларды қоса алғанда жабайы жануарлар сатып алынды. Сұрақ: коронавирустық инфекцияның негізгі симптомдары? Жауап: дененің жоғары қызуы 38 градус және одан жоғары жөтел, ентігу, тыныс алудың қиындауы, рентгенологиялық анықталған өкпенің зақымдануы, симптомсыз нысанда өтетін аурулардың анықталған жағдайы. Вирус сыртқы ортада тұрақты ма? Жауап: коронавирус сыртқы ортаға төзімді емес, дезинфекциялық және құрамында спирті бар заттарға төзімді емес. 55 градустан және одан жоғары температурада өледі. Яғни негізінен спирттен және тамақтарды жеген кезде жаңағы көп қайнатып жеу керек екен. Сұрақ: инфекцияның инкубациялық кезең қандай? Инкубациялық кезең жұқтыру сәтінен бастап ауру белгілері пайда болғанға дейін 2-ден 14 күнге дейін, көбінесе 2 күннен жиірек болады, 2-7 күн аралығынан жиірек болады дейді. Бұл инфекцияны емдеу бар ма? Қазіргі уақытта арнайы емдеу жоқ, патогенетикалық және симптоматикалық ем жүргізіледі. Әрине, себебі біздегі жылда ауыратын кәдімгі тұмауымыз, грипп, оған да негізі ем жоқ. Емі оның алдын ала екпе салдыру болды. Кәдімгі біздің ауырып жүрген тұмауымыз да емделмейді. Осы инфекцияға қарсы вакцина бар ма? Осы инфекцияға қарсы вакцина осы уақытқа дейін әзірленбеген. Коронавирусты қалай қорғауға болады? Профилактикалық шаралары дейді. Коронавирусты қалай қорғануға болады шығар?
Қытайда коронавирустық пневмонияның қанша жағдайы тіркелді? 25 қаңтарда Қытайда 30 провинциясында, дербес аудандарда, муниципалитеттерде 1975 расталған жағдай, соның ішінде 56 өлім тіркелді. Коронавирустық пневмонияның. Әлемнің басқа елдері жаңа коронавирустың пневмонияның қанша жағдайы тіркелген? Жауап. Яғни бұл жақтарда сұрақ жауаптары 20. Мен жаңа айтқанымдай жоғарыда төменге осы ресми сайттың денсаулық сақтау министрлігінің сілтемесін қалдырамын. Егер басқа да жаңалықтарды оқимын, қараймын деп сізге қызық болса, әрине өздеріңіз қарарсыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Аман болайық, сау болайық.